болсын. Дастарханға тұрайық. Құдалар, келгелі бері бесплатный тамақ ішіп жатырсыздар. Енді платный тамақ ішесіздер. Бірінші сый тамақ. Ақшаларыңызды дайындаңыздар. Далаға шығып кеткен құдалардың барлығын шақырайық. Келгелі бері бесплатный тамақ іштіңіздер. Енді платный тамақ. Бірінші өмір бақи сыйласып жүрейік деп сый тамақ келеді. Қыздар тобы сый тамақ алып келе жатыр. Қарсылайық. Жылдық құдағилар, бірінші ақылы тамақ, өмір бақи сыйласып жүрейік деп сый тамақ келе жатыр. Қыздар тобының сый тамақпен қарсылайық. Алмагүл бастаған, Өзімхан бастаған, қолын ұстап келе жатқан Асқар бауырымыз бастаған. Сый тамақ. Жасылаумен Малика бақытты болсын. Ешқашанда қолдары жазылмасын. Егіздей боп өмір сүрсін. Егізлеміз әні Жасылаумен Маликаға арналады. Қошеметтеріңіз. Даусын шығар.
тетемізге бір ерекше ду қол шапалақ бола ма? Какая красавица! Ал құрметті қонақтар, рұқсат болса екі жақтың ата-аналарына сөз берейік, сол үшін дастархан басына жайғасайық. Дастарханға барлығымыз отырайықшы. Балам үйленеттен кенен бастап, Алтай менен салтанатымыз жүректері лүпілдеп, жасыланымыздың бір басы екеу болады деп, әкелік жүрегімен, аналық жүрегімен қуанып, Алла тағала осы қасиетті киелі айт күніне келіп отыр. Осындай қасиетті киелі күні үйленген жастар бақытты болады дейді. Бақытты болсын екі жас. Кішкене құрметті қыздар, сөз естейік, сөз тыңдайық. Екі жақтың ата-аналарына сөз бергім кеп тұр. Олай болса, құрметті Сәкен құда және Гүлжан құдағи, Гүлжан құдағи, бүгінгі құда-құдағи болып келіп жатқан қадамдарыңыз құтты болсын. Жастар бақытты болсын. Сіздер қыз беріп жатырсыздар. Алтай менен салтанатымыз ұлдары үйленіп, керемет қуанып жатыр. Бүткіл өмірлерін осы балаларына арнаған. Алтайымызда бағана айттым, халыққа сыйлы, өнегелі жанұя, еңбекқор жанұя. Салтанатымызда талай жыл мектепте қызмет жасаған, орыс тіл пәнінен сабақ берген, талай шәкіртті ұшырған. Екеуі де білімді, екеуі де қонақ жайлы, екеуі де сондай кішкентай ғана жүрегінің нұрын жан-жаққа шашып жүрген өте халыққа үлгілі жанұя. Құдай тіл өзен сақтасын. Өсірген балалары қандай тәрбиелі, әрбір баласына тура жол сілтеп, осындай жасылан деген тәрбиелі баласы сіздердің әдемі нәзік қыздарыңыз Маликаны алып, бүгін 1000 жылдық құда-құдағи болып жатырсыздар. Ершет Ресейден балапаны, арайлап ата деген дала таңы, баламау деп маңдайынан сипалайтын қымбат қой шіркін-ай, әкенен ананың жылы алақаны дейді. Өмірде әкенен ананың жылы алақаны жететін ештеңе жоқ. Осы бүгінгі Алтай менен салтанатымыз жылы алақан менен жасыланды тәрбиелесе, сіздер Маликадай ақылды, инноватты, үйбалы қызды тәрбиелеп беріп отырсыздар. Олай болса, Алтай салтанат, бүгінгі құдаларың құтты болсын, келіндерің құтты болсын, бүгінгі қуаныш той құтты болсын деп, тойымыздың төрінде отырған Сәкен құдаларымыз бен Гүлжан құдағиларымызды билеп тұрып ортаға алып келсеңіздер, біз қол соғып қошеметпен екі жақтың ата-анасын шапалақпенен қарсы алайықшы. Алтайда бейші, салтанатта бейші. Жасылан Маликаның ата-аналары, бүгінгі қуаныштарымыз құтты болсын, 1000 жылдық құда-құдағи болыңыздар. Ал құрметті қонақтар, екі жақтың ата-анасына сөз берейік. Құда деген ырысымен мерейін, енді аяңдап құдамызға келейін. Жасылан мен Маликаның қуанышына құда болып келіп тұрған Сәкен құдаға сөз берейін. Қол соғып қошеметпен қарсы алайық. Біздің қазақ атамыз әрқашанда құданы сыйлаған, құдаға тойдың төрінен орын берген. Олай болса, бүгін Сәкен құда, сіз бүгін құдасыз, қонақсыз. Сөз өзіңізге. Тілектенген өлең айтасыз. Күніме жақсылық тілеп өтіп, қабылдап жасын жақсылық тілеп, ұзағына қуантып қабылдасın.
жаңа келіп жатырмын. 2 жас бақытты болсын. Ата-анасынан үйренді болсын. Балаға бір ақты келген, бұл балаға өсіп себерсін. Елімізге бір ардақты семьяның бірді болсын. Бәріміздің ортақ тойымызды Құдай қаласа осы той залдан қуантып, баршамызды үйіне үлкен тойлар қаласа берсін. Ауылымыздың ағайынның бірлігі, мақтылығы, ынтымағы қауышып, үлкен тойлар қаласын. Бәрімізге тілейтін бақыт, береке бірлік, аманшылық болсын дейміз. Сәкен құдаға қол соғайық, құрметті қадірлі қонақтар. Ал Алтай мырзаға қараңыздаршы. Өзі сабырлы, нағыз жомарт азамат, шаңырағына тіреу болған, балаларына сүйеу болған, қара шаңырақтың төрін төрғіп, бүгінгі құда болып тұрған Алтай құдаға сөз беріп, қошеметпен қаршылайықшы. Құрметті құдалар, қадамдарыңызға гүл бітсін. Бағанадан бері жақсы тілектер айтылып жатыр. Сол Алланың құлағына шалынып қабыл етсін. 2 балапаным бақытты болсын. Одан басқа не керек бізге? Бәрі жақсылық сіздерге. Аман болайық, бұған туысқандар отырған кейін барлықтар осылардың арқасы. Тойға той ұласа берсін, алтын көпіріміз ажырамасын, құдалығымыз 1000 жылдық болсын. Бәрі жақсы. Рахмет Алтай. Жүрегінің бір бөлшегін үзіп беріп отырған бүгінгі Маликаның аяулы сұлу анасы Гүлжан құдағи, сөз өзіңізге. Балам бірге шалысы, көп рахмет. Үлкен әулет екенсіздер. Үлкендердің сабағалары, айтқан тілек, дұғаларыңыз бәрі қабыл болсын, құлағы жақсы. 2 баламыз бақытты болсын, 2 жанға қызметі теңдей болсын. Қызым сендерге жақсы келін бола береді деп сенемін енді. Рахмет бәрі. Ал енді құрметті қонақтар, 62 тамырын идіріп, осындай күнге, жасылан баласының осындай күнге жетіп, келін әкеліп, болашақта немере сүйгізеді деп, аналық жүрегімен қуанып тұрған салтанатқа қараңыздаршы. Нағыз сұлудың өзі емес пе? Жүрісімен тұрысы, мінезімен сөзі, күлімдеген көзі, жарқылдаған жүрегі. Неше күн, неше түн ұйықтамай, құдаларым келеді, тойым жақсы өтсе екен деп, ең бірінші ана уайымдайды. Оны барлықтарыңыз сезесіздер де, білесіздер де. Поддержка жасайтын қасындағы ер азаматы. Ал енді салтанат, құдаларың, құдағиларың өте тамаша кісілер екен, түстері өте жылы, өте көңілді, биле десең билейді екен, тұр десең тұрады екен. Сондай керемет, маған ұнады. Бүгінгі құдағиларың құтты болсын, келіндерің құтты болсын деп, аналық жүрегіменен бір тілегімді айтшы. Салтанат құдағиға сөз беріп, қошеметпен қарсылайықшы. Құрметті құдалар, төрлеріңіз құтты болсын. Осы төрден түспей отырыңыздар енді, әрқашанда. Рахмет қыздарыңызға, менің келдіме, келгеннен бері енді бізді қуантып жатыр. Мен жаңа морально шаршамасам, физически демалып жатырмын. Рахмет. Рахмет бәріңізге рахмет. Осындай мол дастархан жасап жатқанда мына міне туыстарымыз, жаңағы қыздарымыз, абысындарым, ағаларымыз, міне бәріне рахмет, үлкен рахмет айтамын. Анау жақтан келіп отқан, міне уже қанша болды, мама рахмет, менімен бірге переживать етіп жатқан, қасында болып, поддержка болып жатқан маған енді. Бірінші тойымыз ғой, действительно, мен енді ойладым, бұл той тез, спокойно өтіп кететін шығар. Оказывается, бұның
мәселесі жаңағы шаруасы өте көп екен ғой, кеше түнде ғана келдім мысалы. Соның өзінде әлі біткен жоқ сияқты ғой. Жалғаса берсін, жақсылық болсын. Бәріне рахмет, Амантай аға рахметіне. Уже 3-4 күн болды бізге Россиядан жаңағы іш нәрсеге қарамай. Кішкентай немересі бар, не 1 жасқа толды. Специально алып келе жатыр, мен тұсауын кесем, Құдай берсе енді. Маған соның бәрі енді жұмысты болсын, жырым сонда жасап жатырмыз. Ертең бізде тағы да тойға қалыңыздар. Шын айтқанда уже надоел. Енді, не деймін енді, бізге келін құт берекесімен болсын, бәрімізге. Мен бірінші жаңағы өзім сол Маликаға келгенде де айттым, туған туысқанымыз көп, екі жақта да. Келіп кетеді, жол, трасса үстінде, әрқашанда ақ жүзіңмен күліп, қарсы алып, бір шауым шаймен қарсы алсаң болды, басқа еш нәрсеге жоқ. Сондай көңіл тоқ болса, бәрі де мен ойлаймын, дұрыс болады деп. Түзу ақ жолда міне, ары-бері жүріп жатқан туған туысқанымыз, жора жолдастарымыз бәрі бар. Осылардың бәрі аман болып, әрқашанда есік ашық, шаңыраққа келіп, бір шауым шай ішкенсеңіздер болады дейді, келін бар. Не деймін енді? Тойымыз енді үлкен тойымыз алдыда. Аман есен сол тойға жетейік, сол тойда тойлап, бәріміз бірге жақсы көңіл күймен қайтайық. Осымен енді біздің туған туысқандығымыз басталды деп есептеймін. Жаңағы бәрі жақсылық қана болсын. Алтын көпірлеріміз мәңгілік болсын. Арамызда әрқашанда тек қана той-тойластар жақсы дорба жүгіріп жүре берсін. Сол туған туысқандарым, жора жолдастарым бәрі аман болып, біздің жақсылығымызға бөленіп, осылай шапқылап жүре берсін, той-тойға ұласа берсін. Бүгін енді мына келін жоқ деп жатыр, келінді біз кешеден бері талдырымға жібердік. Демалып, бір күн кішкене дайындалып, мына төркіні келе жатыр ғой, дұрысталып, подиумға шықсын деп отырмыз енді. Бәрі жақсылық. Жылы сөз жүректің кілті дейді. Жылы сөзбенен әр адамның жүрегінің кілтін ашып, тілек айтқан ата-аналарына көп рахмет айтамын. Қуырдақ маймен жараса, құда мен құдағай сыймен жарасқан дейді. Кешке таман тағы да төс қақсасыздар, шапанды сол жерде жабады. Енді мына жерде құйрық бауыр жегеннен кейін құда-құдағы екендеріңізді білдіртіп, Алтай құда мен Сәкен құда құшағын кең жайып төс қақстырсын деп бір қол соғып қошеметтейікші бәріміз. Ал құдалықтарымыз мың жылдық болсын, мың жылдық құда болыңыздар. Салтанатты Гүлшан. Алтай мен Гүлшан, Сәкен мен Салтанат. Өте тамаша жарасып тұрсыздар, осының барлығы жағынан болсын. Барлықтарыңыз аман болыңыздар. Өмірлеріңізге шаттық тілеймін, жүректеріңізге тәттілік тілеймін. Жасұла мен Малика бақытты болсын. Сәкен Салтанатты вальске шақырсын, Алтай Гүлжанды вальске шақырсын. Осы тамаша естелік болып қалсын. Ал алдарыңыздағы бал шараптарыңызды алып қойыңыздар. Ішкен адам пьяный, ішпеген адам қияли дейді. Ал қойыңыздар, құрметті қонақтар. Құда мен құдағи, құдаға мен құдағи, бір порция. Ay kayın jürek sözü
достарым. Ал келесі құрметті құдағилар, бізден құйрық бауыр. Құйрық бауырды жегеннен кейін барып 1000 жылдық құда-құдағи боласыздар. Құйрық бауырды әндетіп алып келеді. Қыздар тобы. Енді біз жақта құдалар төстік деген бар, төстік сияқты майлы жайлы болыңыздар деген бар. Сол сияқты төстіктен кейін үзіліске шығамыз. Ас қайырып үзіліске шығамыз. Олай болса төстік алып келеміз. Төстіктен кейін үзіліске шығамыз.
Al elimden böğüsünü alıp oturunuzlar. Olsa әке шешеге тағзым болсын, ата-аналарымызға тағзым болсын. Аманыңыздар. Бөğüsünü алып oturunuzlar. Пештің нұрынан жаратылған, әкешім анашым даратылған, сендердің бейнет пен зейнеттерін бүгінде қатайсам қанатымнан. Күлейсің небір шөберелер, кеңейсің әрдайым керек. Әкешім анашым сендер барда, ұрпағың жалғаса еліменен. Күлейсің небір шөберелер, кеңейсің әрдайым керек. Әкешім анашым сендер барда, ұрпағың жалғаса еліменен. Дүние-ай не деген көрген едің, есейдім ер жеттім еркеледім. Өмірдің қол жетпес биігіне екеуің жалықпай жетеледің. Күлейсің небір шөберелер, кеңейсің әрдайым керек. Әкешім анашым сендер барда, ұрпағың жалғаса еліменен. Күлейсің небір шөберелер, кеңейсің әрдайым керек. Әкешім анашым сендер барда, ұрпағың жалғаса еліменен. Әке шешелер аман болсын. Әкешім ақылман кемеңгерім, анашым айдыным терең көлім. Ақ тілек батаңның арқасы ғой, бақытқа шаттыққа кенелгенім. Көбейсің небір шөберелер, кеңейсің әрдайым керек. Әкешім анашым сендер барда, ұрпағың жалғаса еліменен. Көбейсің небір шөберелер, кеңейсің әрдайым керек. Әкешім анашым сендер барда, ұрпағың жалғаса еліменен. Әкешім анашым сендер барда, ұрпағың жалғаса еліменен. Әке шешелер аман болсын. Рахмет. Бір қол соғайықшы, құрметті құдалар. Төстікті алып барған қыздар тобына ақшасын берсеңіздер, біз асқа еріп тұрсақ деймін. Солай ғой? Гүлжан құдағи, жақындасың ба? Міне қыздар тобы. Бар қыздарыңыз. Оның ырымын алу керек, аға. Ертегі көктем. Ал енді біздің ортамызда Төлеухан деген құдаларымыз отыр. Ас қайыруға Төлеухан құдаларымыздан бата сұрайық. Төлеухан,
Мырза, немерені шөберені алдыңызға апарып, біз жүрек өзіңізден бақалып, құрметті Төлеухан, осы әулеттің бәйтерегі атанып деп, осы әулеттің бәйтерегі атанып отырған Төлеухан құдаларымыздан ас қайыруға бата сұрайық. Міне Төлеухан микрофон. Bismillahirrahmanirrahim. Дастарханымыз мол болсын, ұғайын қайғы жоқ болсын. Мына бүгінгі тойымыз ұзағынан қуанышты болсын. Келініміз инабатты адал болсын. Дуалымыз мың жылдық болып, әрқашанда сый құрметпенен сыйластықта болайық. Төлеухан құдаларымыздың берген батасы қабыл болсын. Ал енді құдалар 20 минут қана үзіліс беріледі. Ортаға шығып билеп, далаға шығып демалып келіңіздер. Содан кейін екінші дастархан сағат 5-те бітіруіміз керек, 5-ке тамақ. Содан кейін қалаға Дария мейрамханасына қарай жылжуымыз керек. 20 минут антракты. Салтанат құдалар келді ма? Дастарханға отырайық. 1-5 құдалар келгенше, содан кейін дастарханға отырайық.
жастығым айсың Қызыл раушан қол ұрған сенсің бара сенсің сенші жаным мен жаулаған қызыл раушансың Уақытта сені бағарым қызым болсаң өзіңе алайын бағым деп қараймын жаным менің жаулаған қызыл раушансың жанардай болған көз жазып жүзім болсаң нәсіл бұралған өзіңсің гүларман Қызыл раушан қардай болған көз жазып жүзімді алсаң өзіңе арайлым бағым деп қараймын жаным менің жаулаған қызыл раушансың жанардай болған көз жазып жүзімді алсаң нәсіл бұралған өзіңсің гүларман Рахмет. Ал Сәкен құда жоғары шығыңыздар, төрлетіңіздер, төр сіздердікі. Құдалық тойымыздар қарай жалғастырамыз. Сіздерді күтіп отырмыз бағанадан бері. Сіздерді суға түсіп жатыр деді, дем алып жатыр деді. Содан сіздерді күтіп отырмыз. Қызыл ағаштың суына түскен адамдар ауырмайды. Ауыртпалықтың барлығын су алып кетеді екен. Сол сияқты ауырмаңыздар. Шыққандарыңыз тау, аралағандарыңыз бау, қысқасы денлеріңіз сау болсын. Биіктен көрінсін келіп бойларыңыз, шарықтап қалып жүрсін ойларыңыз. Айтаның тойға келген ағайындар, құтты болсын болып жатқан құдалық тойларыңыз деп, құдалық тойыңызды екінші дастарханын бастауға рұқсат етіңіздер. Мен салтанаттың қуаныш тойы құтты болсын, жастар бақытты болсын, келесі той шілдехана бесік той болсын деп, енді уақыттың тығыздығына байланысты барлықтарыңыздың тілек айтқыларыңыз келеді. Сонау жерден келгеннен кейін өздеріңіздің өлеңдеріңізді айтқыларыңыз келеді. Сол сияқты Сәкен мен Гүлжаннан басқа құда-құдағилардың барлығын әдемі шапалақпен ортаға қарсы салайықшы. Ал жырған құдалар, келіңіздер. Жаңа құда-құдағилары қош келдіңіздер. Келген қадамдарыңыз құтты болсын. Енді тілекті айтып орталарыңызда өлең айтатын қонақтар болса, әндеріңізді жолдаңыздар. Енді барлығымыз тілек айтсақ білесіздер ғой қанша уақыт өтетін. Қасиетті келі құрбан айт болғаннан кейін 7 адам сөйлейік, қалғанымыз өлең айтып билейік. Солай ма? Қысқаша сөйлеген адамның жасы ұзақ болады дейді. Ал кім бастайды? Тойшы қауым, құда-құдағи, бүгінгі тойларыңыз құтты болсын, балдарыңыз бақытты болсын, балдарыңыздың алдында құда-құдағай менен жақсы ниет басы бола берің, алдында аман жүрің, өмірлі шүрлі болсын да екі балаңыз. Көтеріп атырған керегесі кең, шаңырағы биік болсын.
осындай той бәріңізге жұғысты болсын. Алдарыңыз бақытты болсын. Құрметті құда-құдағилар, бүгін ауылдарына болып төрлерге шығып отырған бір орнымыз бар. Оның себебі мына екі жастың бас қосып осындай болып отырғандар, екі жас сіздерге мына түсіп жатқан келіндер құтты болсын дейміз. Алла Тағала қуаныштары ұзағынан болсын, сол бұйырса сол екі жастың қуаныштарын бірге бөлісіп бізде бұйыра берсін, сол ауылдарынан келсе тек жақсылыққа келейік. Өздерімен танысып білісіп жатырмыз, мектеп одан танысып білістің алды болсын, сол осындай қуаныш бәрімізде бола берсін, сол келесі жылда қуаныштарын бағана айтқан тілектерден сондай көрсе бұйырса көрсе берейік, бәрін жақсылықта көріп. Ортамызда салып жатқан алтын көпіріміз сол барлық уақытта қызметте жүре берсін, сол жақсы күндеріңіз көп болсын. Енді мына Алтай мен салтанатты құда-құдағи отыр, екеуіне көп рахмет. Алла сыйласа ағайын туысқандар сіздердің барлықтарыңа мынандай қуаныш күтіп алсыңдар, біздің мінекей Құдайым қалған жамағаттықтан жақсылық бола берсін, сол қуаныштарыңыз ұзағынан болсын. Бәрімізге де қуаныш ұзағынан болсын. Жақсы күндеріңіз көп болсын. Құдалықтарыңыз мәжілдік болсын. Ал саламатсыздар ма, құрметті тойшы қауым. Бүгін мінекей үлкен мереке. Тәңірдің өзінің бес печати ұрып беріп тұр, құда боласыздар деп. Байрамда осындай құрбан айт. Ол ұзағына болсын. Осы Маликамыз оқыды, еңбегін жегізді, өз орнымен әп-әдемі болып, ұясына ұшып сіздерге келіп жатыр. Екі жаққа теңде болсын жастарымыз. Барлық кезде ойын күлкіде осында кездесе берейік. Бәріміздің де сіздердің де біздер жаққа қадамдарымыз оң болсын. Біздердің де сіздер жаққа қадамдарымыз оң болсын. Тек қана мына жақсылықта, жақсы күнде құшақтасып, сүйісіп көрсе берейік. Ұзағына болсын. Арамыз үзілмесін, суымасын ешқашан. Ал құдалар сіздерге құтты болсын, келін. Біздің қызымыз сізге барып жатыр. Енді жақсысын асырып, жаманын жасырып, сөйтіп отырасыз деген ойдамыз. Ешқашан бізге қарай арқасын бұрып, қамжып тұрады деп ойламаймыз енді. Осы сендерде адамдарға келіп жатырғанға. Ұзағына болсын, құтты болсын. Алла разы болсын бәріңізге, үйлеріңізге шығарып жатырсыздар. Себепші болса екі жас қой, екі жас бақытты болсын, көрісіміз келмейік, сіздермен танысып, қуанып жатырмыз. Қыз көрісіміз деп бекер айтпағым ұятамызақ. Ортада салынып жатырған алтын көпіріміздің тірегі мықты болсын, құдалығымыз мың жылдық болып жалғаса берсін. Сіздердің ауылдарыңызға келсек те қана жақсы күндеріңізге, тойларыңызды бөлісуге, осы бесік тойға келейік. Бізден ерген жасылардың інісі үйленіп, соның тойына келейік, қызықтарыңызды бөлісуге, бізді жалғаса берсін, тойда боласа берсін. Енді қызымыз сізге келіп жатыр ғой, енді қызымыз айтып жатыр Дина, бақытты болсын, жыламасын ешқашан. Сіздер де адамдардың арасында жылайды екен деп ойламаймыз, енді жақсысын асырып, жаманын жасырып, білмеген үйретіп, енді бәрі сіздің қолыңызда қойса атанады. Сіз үйреткеніңіздей болып шығады, келін өзі келінді жастан дейді ғой. Келгеннен сіздің үйретсеңіз сондай болып шығады. Сол сіздерге сіңіп кетсін. Бүгін міне бала келін болып сіздерге түсіп жатыр. Енді бір ана келін болсын. Содан кейін сіздердің бетпе ұстарды ана келіндеріңіз болсын, елдің бәрінің алдында кімнің еліні, пәленшенің келін дейтін еді ана келін болып жүре берсін. Ал құтты бола берсін, той-той қаласа берсін. Қандай жақсы құдалар, қандай керемет қысқадан осыға тілек айтып жатыр. Өлең айтатын қонақтар бар ма? Өлең айтайық деп едік, ақшама қыз өлең айтқызбады демеңіздер. О, міне. Е, домбырасы, шапалақ қайда?
түсу жолы ғой бұрынғының, сіздің үйге бірендай бұрымданың, ақниетпен аттаған босағаңыз, ағарып тұр әнекей шымылдығың. Ақниетпен аттаған босағаңыз, ағарып тұр әнекей шымылдығың. Ақ бауырсақ шашу боп шашылғандай, қызылшалы жүзіңдай жасырғандай, қандай ғана сезімде болдың екен, ақ шымылдық алдыңнан ашылғандай. Атасында өселдің анасындай, сыйлай бер ажыратып жатасың-бай, қолдан келсе үлкеннен баталайық, ықыласы үлкеннің батасындай. Қолдан келсе үлкеннен баталайық, ықыласы үлкеннің батасындай. Алдыменен өзің егендей боп ұрсынғай емен шыдар, жас келінге қаттырақ қарығанай, ширатып бір алайын деген шығар. Жас келінге қаттырақ қарағанай, ширатып бір алайын деген шығар. Ерке өскен қаламның елігедің, келіні бол деп жіберді-ау сені елің. Елең байғұс толқып жүр қайтсын елдай, өткен оның көптен күткен келін еді. Елең байғұс толқып жүр қайтсын елдай, өткен оның ең алғаш қайтсын келін еді. Есіміңіз кім? Ердегүл. Бердегүл, өте даусыңыз тура сайрап тұрсыз. Керемет даусыңыздан айналайын. Мына бүгінгі әніңізге көп рахмет. Салтанатпен Алтайдың алғашқы келіні балығын дұрыс айтып жатырсыз. Енді орамал тон болмайды, жол болады дейді, осы 2000 теңге ақшаға мороженое алып жеміз. Көңіл. Шапалақ қайда? Салтанат мағайды сылаттан. Ал бір билеп қайтыңыздар. Bir билеп. Өзіңде көріп өзіңді, жүректі күнде жұбатам, жанымды олар жамадам, өзіңе қашан жолығам. Асқар орнаған. Өзіңде көріп өзіңді, Асқар орнаған. жүректі күнде жұбатам, жанымды олар жамадам, өзіңе қашан жолығам. Махаббат жоқ, жоқ, жоқ деме жаным, сен үшін түйеді жана беремін. Жүрегім жоқ, жоқ, жоқ болып жаным, жаныңа бара беремін. Махаббат жоқ, жоқ, жоқ деме жаным, сен үшін түйеді жана беремін. Жүрегім жоқ, жоқ, жоқ болып жаным, жаныңа бара беремін. Насуан мен Малика, бақытты болсын. Рахмет, рахмет. Рахмет құдақтағылар. Тілектеріңіз қабыл болсын, жастар бақытты болсын. Алтай мен Салтанаттың бүгінгі үйленіп жатқан балалары бақытты болып немере шөбере шегілсін. Ал енді алдарыңыздағы ыстық тамақтан алыңыздар. Ыстық тамақ қолдан жасалынған тамақ. Осы шаңырақтың үлкен ақсақалы бата берген елшенің әдемі сұлу әйелі Алмагүл өзінің қолынан жасап алып келген тамағы котлетпенен голубцы. Қол соғайықшы. Жүрегім жоқ, жоқ, жоқ болып жаным, Алмагүл орнынан тұрып қойшы. Шапалақпен Алмагүлге. Міне 10 саусағынан балтанған. Біз осы Қызылағашта жүрген кезде, араласып жүрген кезде, осы Алмагүл мен Елшенің үйіне Алмагүлдің тәтті тамағын ішуге баратынбыз. Пирожки қандай, сауған сиырының сметанасы қандай, құрты қандай, ірімшігі қандай, өзі керемет билейтін, ана туфлинің өкшесі сырып қалғанша билейтін. Туфлинің екі өкшесі сырып қалса да ары қарай жалғастыра беретін тағатқанша билеп. Сондай биші болған. Ал енді Сәкен құда, ортаға келіңізші, осы Алмагүл құдағымен бір портер билейікші. Жаңа өлеңді қойшы, Руслан. Ал кім жеңеді соған Салтанат спонсор, гран-при. Кеттік. Шапалақ қайда?
Құда мен құдағи билейді. Қазір Алмагүл биді шашады. Шәкен құда қалдамаңыз. Жаңа білмейді. Қазір. Шапалақ адамға шабыт береді дейді. Кішкене соқпаймыз ба? Қошемет қайда? Қошеметтеріңіз. Алмагүлдің билегеніне. Ал енді микрофонды мен Салтанатқа беремін. Ал жеңіп отырмай, қол көтеріп бойында. Спорный, тағда бір үй. Апури! Ойға қойай айналайын. Рахмет. Қандай тамаша билейсіз. Қартайған жоқсың, айжап жассың. Ортада тамаша гран-при тұтып алған Елшінің әйелі Алмагүлге бір аямай шапалақты соғайықшы. Ортада инабатты, ибалы, иманды қыз Маликаның асқа
ақтауда әкесі Сәкен тамаша биледі. Сәкен құдаға бір қол соғып қошеметтеп тойбастардың алдында осы тойға бір-біріне білек болатын, тірек болатын, жүрек болатын ағайындар келеді. Алтай менен бүгінгі салтанатты сыйлап, алтындай уақыттарын бөліп, жан-жақтан келіп жатқан туыстарына сөз бергім келіп отыр. Әрқашан Алтай мен салтанаттың қамын ойлап, той сайын жүретін жаны қайнап, бүгінгі Жасұлан мен Маликаға айтқалы келіп отыр. Алтай мен салтанаттың туыстары ақ тілектерін арнап деп, тойханамыздың төріне, асабаның төріне Қанат, Гүлмира, Берік, Гүлжан, Дана, Аян, Асқар, Нұрлан, Жанар, Динара, Ерсін, Алмажан, Бейбітті, әдемі шапалақпен және достары Құрышбек, Кантия, Төлеген, Назгүлді қошеметпен қарсы салайықшы. Алтай мен салтанаттың ағайындары, туыстары, қарындастары, бауырлары, күйеу балалары, жан-жақтан келіп жатқан туыстары, той құтты болсын. Той осы ағайын туыспен бірге өтеді. Ерекше өзімнің қызымен бірге оқып, ерекше жүгіріп жүрген Динараға рахмет айтқым келеді. Динараға бір қол соғып қояйықшы бәріміз. Ал енді уақыттың тығыз екенін білесіздер, қысқада тілек айтайық. Жүре ме? Кім бастайды? Қанат? Ал енді бүгін өте бір жақсы қуанышты той болып жатыр. Енді Алтай салтанат міне құдамыз как өзіміздің бұрынғыдай қандай бір көрген таныс өткізерсең жақындап кеттік. Өздеріңіз жүздеріңіз жақын, жақсы адамдар екенсіздер. Енді мына жастарымыз ең бақытты болса, нақты ештеңе керегі жоқ. Біз бір-бірімізді табысып аламыз. Бұл жерде мына тойдың үлкен той достығы. Ана елде қазір үлкен тойда енді бұл кісілерде шақырған соған тығыз уақыт болғандықтан көп сөз тойда айтайық. Тойымыз той болсын, жақсылық қуаныштағы кездесейік. Ассалаумағалейкум. Мына тойға жиналған қауым, мен сөйлемесем болмайды. Өйткені менің кіші жүздерім келіп жатыр екен қаке. Малика қарындасым, Жасұлан дүниеге келген күнде біз осында болғанбыз. Қайыржамал апасы, Сағынбай атасы осы қара шаңыраққа алып келіп, салтанат келініміз. Міне, тойға ұласа берсін. Келген қадамдарымызға гүл бітсін. Қыз өссе, елдің көркі дейді ғой. Ол мен қыз екі елді бір-бірмен жалғастырып, міне, құдағилар, құдалар, әрқашанда той болсын, жақсылық болсын. Әр шаңырақта Алланың жақсылықтары болсын. Ал құрметті құдалар, төрдеріңіз құтты болсын. Мінекей, қош келдіңіздер деп жатырмыз біз. Ал міне екі жас, екі жақты жақындастырып, мінекей туыс қылып жатыр. Сол екі жасымыз бәрінен де бақытты болсын. Біздің шаңырақты Малика бақытты қылсын. Ал мінекей өрістер өсіп, өркендер өссін. Үлкен биіктен бір жақсы жанұя болсын. Мына менің бауырым мен келінім шаңырағын бақытты қылып, жақсы келін қылып осы үйді мақтан ететін бір келініміз болып жүрсін. Той болсын, құда мың жылдық, кеуді жылдық дейді, сол құдалығымыз мың жылдық бола берсін. Құрметті құдалар, енді мен қайталамай-ақ қояйын. Ең бір айтарым, мен өте қуаныштымын.
осы Алтаймен арамызда бала жоқ. Екеуміз тетеле сияқты өскенбіз. Мен сырласым да, мен қуанышым да, менің тірегім де, Асқар Таудай бауырым да, енді бәрі осы Алтай екеуміз өте бір-бірімізге қатты жақынбыз. Мен өте қуаныштымын. Бүгін қараш қандай керемет туыстық болып жатырмыз. Маликамыз келіп, бауырының үйін өзгертіп дегенде қандай тамаша төсек орынмен келіп жатыр. Бәрі өзгеріс болып жатыр. Сол құдалығымыз 1000 жылдық болсын. Рахмет келгендеріңізге. Ассалаумағалейкум, құрметті құдағилар. Бүгінгі шыққан төрелеріңіз құтты болсын. Дендеріңіз сау, басыңыз аман болсын. Бүгінгі екі жаққа бірдей қуаныш, балалар бақытты болсын. Биік шыңнан көрінсін. Солардың қуанышында бірге тойлауға Алла нәсіп етсін. Бүгінгі құрбан айттарыңыз қабыл болсын. Келесі жылғы құрбан айтқа 4 көзіміз түгел аман есен жетуді Алла нәсіп етсін. Сіздерді көргеніңізге қуаныштымыз. Рахмет. Осындай қуанышты күндерде кездесуге Алла нәсіп етсін. Денсаулық бас аман болсын. Артымыздан бір өлең, иә? Мәдетте. Иә. Құдалар шығады. Шақырамыз. Бей, кет. Ортаға. Иә, осыдан кейін ертең тойда айта алмай қаламын да просто. Бүгін айтып алайын дегенім ғой. Өте шардың қасынан
Осы бүгінгі құдалық тойда тамашайын шырқаған, аяңға аямай шапалақты соғай ағайындар. Ал құрметті құдақтағылар, құдалық той басталғалы, Алтай мен Салтанаттың қара шаңырағынан бастап бата беріп жатырсыздар, Құран оқып жатырсыздар. Барлықтарыңыз ақ тілек, ақ ниеттеріңізді білдіріп жатырсыздар. Соның барлығы Алланың құлағына шалығып, қабыл болсын, Жасұла мен Маликамыз бақытты болсын. Енді алдымызда үлкен той, сол үшін той болсын, арқары той-тойға жалғасын, той бастар той шақырады дейді. Олай болса, ақ дастарханға той бастар қарсы алайық. Той бастар! Билерімнен сіздерге рахмет айтып жатыр. Елшеніміздің аяғы ауырса да, жаңа Алмагүл билегеннен кейін елшенді билегісі келіп кетті ғой деймін. Елшен құдаларымызға да ерекше билеп жатыр, рахмет айтып. Бір бол соғайық. Енді біздің дамамыз өлең айтып береді деп ойлаймын, құдаларға арнап. Айтпайсың ба? Олай болса, тойбастарды бір 5 минут ашпай тұра тұрыңыздар. Тойбастарды аша бастағаннан кейін, салапанға сала бастағаннан кейін тілек тыңдалмай кетеді. Қысқадан нұсқа той иелеріне сөз берейік. Кешкі сағат нешеде мейрамханада жиналамыз. Соның барлығын айтып, сіздерге өзінің қорытынды тілекті қорытындыласын. Олай болса, ортаға қошемет пен Алтай мен Салтанатты қарсы алайық. Орнымыздан тұрып. 아
сөз сіздерге, содан кейін той бастар ашамыз. Ал Алтай мырза. Құрметті құдалар, қарамдарыңызға гүл бетсін. Екі балдарымыз бақытты болсын. Шаңырақ көтерген шаңырақтар биік, берекелі болсын. Екі жаққа да бірдей сыйлы, бірдей болып жүрсін. Енді солардың қызығына тоймай, рахатын ғана көріп жүрейік. Құдалар, барлықтарыңызға рахмет, туысқандарыма, бауырларым, әпке жезделерім, апайларымыз отыр міне. Россиядан ағамыз келіп отыр, баласымен. Көш апам келіп отыр. Барлықтарына рахмет. Енді той алдыда ғой, той кешкі тойда кездесеміз, ары қарай тойлаймыз, жақынырақ танысамыз. Бәрі жақсы. Толқып айтты. Алтайға бір қол соғайықшы. Ал құрметті құдалар, енді міне тойдың бастамасы ғой, тойдың бастамасы аяғына таяп келе жатыр енді. Үлкен тойға бәріміз қазір жиналайық, аман есен соған жетіп, үлкен тойда ары қаратай тойымызды жалғастыра берейік. Қазақтың тойы бітпесін, екі жас бақытты болсын, құрған шаңырақтары биік болсын, уайым қайғылары жоқ болсын. Қазіргі заманда бәрі бар ғой, главный ақылдары болсын, жүсіп болсын, сана сезім болсын балаларда. Қалған бәрін сіз біз деп жаңағы қиыншылығына да шыдаймыз, қуанышына қуанамыз, бірігіп, жаңа қолымызды көтердік қой, сөйтіп бірігіп до конца жүрейік. Енді тойды жаңа сағат 5-те пригласительный жібердік, ол енді қазақтың тойы 5-те басталмайды ғой, 6 атаман, сол 6:30-ға таман бәріміз жиналсақ, той сол уақытта басталады. Как доедем, так приедем, дейді, жол болсын. Енді мына жаңа, маған все время подсказка береді, мен өте ризамын. Көп нәрсені білмегенде мне сразу подсказка береді, жақсы. Майрат әте, бағана өзіңізге жекеде айтып жатырмын енді. Осы жасұлан кішкентай кезінде бір Майрат әтеге мен өзім айтып қалған, Майрат әте, ұлымның тойын сіз жүргізесіз деп енді міне. Тойдың бастамасы осы кісі мне жүргізіп бастап берді. Ешқандай тамада іздеген де жоқпын, потому что мен сендім Майрат әтеге міне. Жаңағы ұлымды, бұл кісі даже біздің де тойымызды жүргізіп жерде ауылда. Бәрі жақсы. Руслан өзімнің құрдасым міне. Бұл кісіде еңбек жолы өте мықты, таза еңбекпен басталған. Жаңағы міне кішкене осы жоқшылық заманда суретке түсіріп, сөйтіп ақырып көтерілген жігіт, қазір бетке ұстар ауылдың жігіті болып отыр. Міне той тумалақтар Майрат әтемен бірге сол атқарып жатыр. Үлкен тойларды атқарады, өзі қарапайым. Сондай жаңа мейірімді жігіт, өркені өсіп, осы тек қана бала шағасының қызығын көріп, шапқылап жүре берсін. Майрат әте, рахмет. Бәріңізге ақ жол. Рахмет алған адам 100 жасайды дейді ғой, Алланың берген жасын жасайық. Өмірде еш өкініш болмасын, имандылық болсын сіздердің жолдастарыңыз, жетем деген биіктеріңізге жете беріңіздер. Ата баба әруағы қолдасын деймін. Ата баба әруағымыз қолдап қоштап, шаңырақтарыңызда тек қана қуаныш той көп болсын. Алла тағала барлық нәсіпті үйіп төгіп берсін. Жаңадан келіп жатқан құда-құдағилар, алдарыңыздағы той бастарды той болсын деп ашыңыздар. Барлықтарыңызға көп рахмет. Свадьбадан кейін қайтадан қайтып келеміз. Өткен Алтай мен Салтанат үйінде ертең тағы да той жалғасады. Ертең Салтанат тұсау кеседі. Пахмелге келеміз сағат 12-де. Ары қарай тойды жалғастырамыз. Сол сияқты мына жаққа Балқашқа барып суға түсеміз. Әлі қайтпаймыз деп қояйыншы.
Той-тойға жалғасын, құрметті құдақтағылар, сіздермен бірге болған музыкант Руслан, оператор Нұрман және Асаба Тамада қыздарымыз Талдықорған қаласынан келіп отырмын. Майра Тоқбайқызы мен баламын. Тойларыңыз құтты болсын.